егеменді ел болып отырғанда бүгін жақсы күніне қарсы сіздің ұйымдастырып, бізге жаңағыдай осы үлкен делегацияны басқарып келгеніңізге рахмет. Сол сияқты мына бүгінгі күн өз тарихта, әдебиетте қалады деп есептеймін өз басым. Мына енді беріп отырған нәрселеріңіз, бұны сатып алу мүмкін емес, әркімнің өзінің еңбегі, әркімге беріп отырған характеристикаңыз дұрыс. Осындай келешекте бұдан да үлкен жерлерде кездесіп, сізге рахметімізді айтып жүрейік. Заслуженный деятель тюркских народов Шайсмайлов Идрис. Аңсаған бабам, аңсаған елім, бостандық еді асыл арманым. Елім менің аңсаған, ас бұғаудан босаған, құтты болсын отауың, ерік болсын Қазір Қазақстан Республикасының президенттік орталығында тұрсыздар. Жалпы президенттік орталығымыз бізде мұрағат қызметінен, кітапхана және де музей қызметінен қамтылған. Жалпы президенттік орталығы ел президенттерінің, яғни мәдени мұрасын сақтаумен, оны дүйім халық жұртына, жалпы азаматтарға насихаттаумен айналысады. Сонымен қатар бізде арнайы музей жасақталған. Бұл музейде бізде Қазақстанның жалпы заманауи қоғамдық саяси тарих туралы ақпаратпен танысасыздар. Ал енді құрметті осы жерге жиналған қауым бүгінгі іс-шараға келіп, міне атсалысып бір кісідей қатысып отырмыз. Бүкіл делегациямен бірге жаңағы ел болам десең бесігін түзу демекші, жақсы сөздер айтылды. Жақсы үлкен кісілер ел тізгінін ұстауға жәрдемдесіп жүрген ағаларымыздың арқасында келіп, міне осы форумға қатысып, бәрін көріп, одан шығып өзімізді аралатып, бүкіл президенттік музейді аралап көріп түгіл, еліміздің өткен түгіл басынан кешкендердің бәрімен танысып, жақсы әсер алып, жаңағы марапатымызды алып қайтып барамыз.